Одноклассники ве ВКонтакте қапатыла Украина президентінің ферманыны енді урядовый курьер дерч етті. Бүгінден башлап Русия интернет-ресурслары ресми шекілді ясақланылған. Русия сайтларының қапатылуы бойынша механизмны хавсызлық қызметі ішлеп чықара. Русия тыш ішлер нәзерлігінде веб-сайтларының қапатылуы ақындаки қарарының халқара ұқуқның бозылуы оларақ адлайлар. Москваның білдіруіні Украина тыш ішлер нәзерлігі цинизм оларақ таный. Ичбір қайдеге ряет етмейіп, Қырымны ішғал еткен ведан баста женкіні алып барған тежавузжы ақве адалет ақында айта. Деп қайдеті Украина нәзерлігінің спикері Марьяна Бетса. ВКонтакте ве Яндексның ясақ әтілмесі себебінден президент мемуриетінің матбуат қызметі білдіргені кебі Русиялилер бұтын күн девамында Украин девлет башының сайтына ұжым еті. Айны заманда Милли комиссия білдіргені кебі Русия сайтларыны блок етмеген провайдерлерге пара жазалары берілежек. Жазалар 3 жылға сөрежек, деп қайдеті Украина хавсызлық шурасының кетебі Александр Турчинов.